Сызгер жұлқынып, тай бурыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып Қамшысын соққылап, шаң бұрап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ Рухымен жаңғырған доданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңғылған Қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды, ал халқым қайдасың аламан басталды Енді ауыл шетіндегі бос нысан, ауыл азаматтарының меншігіндегі, сол ауыл азаматтарынан балаларға ыңғайлы жылынатын жер керек болғасын, осы жерде тренировка жасаймыз постоянно. Сосын осы нысанды сұрап алдық, ішіне мынандай қылып құралдар енгізіп қойдық, өйткені балалар бос тұрып қалмасын, қызығушылықтары басылып қалмасын деген мақсатта кейбір балаларға ат жетпей қалады. Сол кезде осының ішінде жаттығу жасай беретін боламыз. Енді бұл жердегі ең бірінші мақсат біздер балаларды ұлттық салт дәстүрге үйрету негізгі мақсатымыз. Енді бұл жерде осылай осы балалар дайындалып, ішіндегі ынта жігерлері оянып, алға қарай өздері мақсат қойса, чемпиондар шығатынына нақ сенеміз, сенімдіміз. Енді алдағы уақытта сол ауылдың балаларынан жақсы бір команда жасақтап, облыс Қазақстан чемпионаттарында шауып атса керемет қой. Мысалы, ауыл Шыңғырлау ауданы, Ақбұлақ ауылының балалары шауып атыр деген мысалға бір марқайып отырасың. Оның енді мысалға кейбір бокста, күресте Қайсар ағамыздың балалары дейтін шетелде орын алып атса, мысалға айқайлап, шулап телевизордан тұрып кетіп атамыз. Ол бір мына көкпар оның қасында вообще қызықты ойын ғой. Осы ой өзім ойыма келді. Балаларды неге біз қазақпыз деп айтамыз, іс жүзінде дәлелдеп көрсетпеске. Мысалы, осы балаларымызды, Құттай балаларымызды ертіп, ең бірінші өз үйімде өз балаларымды бастаудан, жаттықтырудан бастадым ең бірінші. Мынандай ағаш игеріп қойдым, спорт зал қылып қойдым бір бөлмені. Содан қызығушылығым арта берді. Содан қарай тек қана Қарабастың қамы емес, елдің баласында осындай бір құнды дүниелеріміз. Біз қазір дейтін шын айтқанда ұлттық спортымыз кенже қалып жатырған спорттың бір түрі ғой. Мысалға, ауыз толтырып айтамыз, ұлттық спорт біз қазақтікі, атпен жүрген қазақ бабаларымыз деп. Бірақ іс жүзінде ешқандай бір дәлелі жоқ та оның қазіргі таңда. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаспаған, тоқтап қалды. Сол себепті біздер қазір балаларды атқа қондыру мақсатында осындай қызығушылықтарын арттырып, садақ аттырып, не болмаса көкпарға үйретіп, әдіс тәсілдерін үйретіп, сондай бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сол осы мына балалар мықты ят болып шықса, сол біздің мақтанышымыз. Бірнеше чемпион дайындап келесіз, облыс чемпиондарын. Жалпы қазіргі балаларда қазақи намыс, қазақи рух бар ма? Жеңіске жетем деген. Жалпыны асау үйретем депсіңіз, да? Асау үйретем депсіңіз. Иә, ол енді дұрыс айтасыз. Бұл жерде ұлттық спортқа келгеннен кейін ұлттық спортқа шын ниеті бар, ынтасы бар балаларда рухта намыс та бар. Ол сөзсіз. Өйткені асауды тізгіндеу екінің бірінің қолынан келмейді. Оған мен мінбесе де ол бала, мен мін алам, ағай мені мінгізіңізші деген сөздің өзі біздің төбемізді көкке жеткізеді ғой. Мысалы, бір марқайып қаласың. Мына баланың артында түбінде бірдеңе шығады осы баладан деп. Бір өзін іштей риза болып жүреміз да. Сондай нелер болады. Балалардың рухтары бар. Кішкентай балалардың қазір не ынтасы өте жоғары. Осы мына күннің аяздығына қарамастан келіп тұр мына балалар. Мысалы, ол балаларды ешкім не істеп жатқан жоқ. Үйіндегілер де мысалға барып жатқан жоқ. Осы ынтасы мықты. Таң атпай кетті Баязит дейтін 8 жаста жасы. Кішкентай осы Алғазиз бен Баязит қой, қалғандары 6-7 оқитын балалар ғой. Баязит облыстың кешегі жарысқа қатысып келді. Бірақ орын алмаса да, алда уақытта үміт көп баладан. Иә, үміт көп. Бірақ бәйге жарысына қатысып жүр. Бұл тек қана осы ұлттық спортта көкпар аударыспақ емес, бар несіне қатысып жүр. Бәйгеге де қатысып, осы Бұлдыртау ауылында 2-ші орын алды. Шыңғырлау ауданы 95 жылдығына да қатысты. Бірақ енді біздің қазақ жылқылары мен қанды жылқылардың арасында жермен көктей ғой. Ол кезде бұл бала орын ала алмай қалды. Бірақ сынған жоқ, содан кейін іле-шала барып, рухын қайтадан көтеріп келді. Бұлдыртау ауылына барып, бәйгеден 2-ші орын алып келді. Шыңғырлау ауданында болғанда
сол ауылдан енді мен келгенде өздеріңіз де білесіздер ғой, ешқандай бала болған жоқ. Жасөспірім енді ересектер болды. Олар жаңағы бұрын атқа шауып жүрген, сондай балалар өздері команда құрып, Жұбаныш бастаған жігіттер ат үстінде жүрді. Одан кейін сол ауданға келіп, қораға балалар жинадық. Содан кейін өзі бір жылдан кейін Аллахтың қалауымен ғой, бәрі де шын ниет етсе адам, бір мақсатқа жетем десе, ол жетеді, жеткізеді. Тек іштей адамға сенім, жігер керек қой, соны жеткізуге. Бір жылдан кейін Батыс Қазақстан чемпионатында 2005-2007 жылғы балалар арасында облыста екінші орынға қол жеткізді. 2 КМС атанып, аударыспақтан балаларымыз. Содан кейін 2023-те былтыр чемпион болды ғой енді. Соны 20 жылдық тарихы бар ұлттық спорт мектебін ұтып, онда енді ағайлар жынданды, мысалы, неге 2 жыл жасаған балалардан ұтып қалдыңдар деген сондай нелер болды, мысалы. Оның бәрі жаңағы бір баланы дұрыстап тарту, осы спортқа, талап, мақсат, сосын ана жерге барғанда, жарыстың алдына кетіп баратқанда да балалармен бір мәміле жасап, бас қосып, балаларды ынтасын, жаңағы рухтандыру, ұстамайды ал. Мен мынау дейтін муляжат, жалпы бала дейтін бос уақытта еңкейіп жаттығу әдісін жасайды. Тақымға бас, сразу артқа қарай шалқайда. Бас. Оған осылай. Түсінді ме? Осылай басады. Осындай муляжат қой. Мысалға, бұл енді қауіпсіздікке де өте көп несі жоқ. Бір орында тұрады, еңкейеді. Біздер осының бәрін қарап тұрамыз қасында. Үлкен балаларға да істеуге болады. Енді ең бірінші бұл жерде рухпен бірге, сөзбен бірге күшті керек қой. Сондықтан балалар бос тұрмасын деп грушада ұрғызып қоямыз арасында. Канатқа да шығартып аламыз, резинкада тартырамыз. Енді резинка ең бірінші жуғыт аттың басын тарту үшін көп балалар келгенде әлсіз болады қолдары. Шыдай алмайды, тақымдары бос болады. Сол кезде мұнаны осында дейтін тарттырып қоямыз. Кел баяйыз, ұста. Қолына орап ал. Осындай немен аяқты ашамыз. Тарт. Шалқайын қарап тұр. Отын осылай. Осылай тарттырып, жаңағыдай жаттығулар жасатамыз әртүрлі. Енді бүткіл біздер мақсат дейтін тек қана бір спорт түрі емес, ұлттық спорттың әр түрлі түрімен айналыстырып, біздің мақсатымыз ең бірінші балаға үйретіп, көрсетіп, насихаттау. Оны ар жағындағы бала, ол көкпаршы бола ма, ол дейтін аударыспақшы бола ма, оны ата-анасымен келісе отырып, сол өзінің мақсатын қойып, арға қарай шығарады. Енді жалпы ұлттық спортқа әр қазақтың баласы айналысып, енді жетістікке жетпесе де, ол ат үстінде жүрген өздеріне пайдалы адамға әр ауданның балаларын ұлттық спортқа шақырамыз, дайындалсын, көрсін, үйренсін. Даңқты қолбасшы батыр ханымыз Абылай хан. Бұтаққа су, ұрпаққа рух бермесең көгермейсің деп. Енді сол ұрпақ жолында адал қызмет етіп, әр азаматты балаларын аттың үстіне мінгізуге шақырамыз. Заман ақыр жастары Абай Құнанбаев. Заман ақыр жастары қосылмас шешпір бастары, бірінен бірі қастыққа қойнат тыққан тастары. Саудасар мен иманы қайрат жоқ бой тиғаны, еңбекпен етті ауыртпай құртын менен жиғаны. Өнсізге шепшевер майданға түспей несенер, сырша тойса мас боп өрегелі сүйкенер. Көрмендік белер көздері, қалжымас екен өздері, кекеккеп секе кетем деп шошқа туар сөздері.